Hadi gelin. Niye geldin? Muhakkak geldik, muhakkak. Барлықтарыңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Келіп жеткен Рамазан айы құтты болсын. Ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын. Ал біздер қазір ауызашарға жиналып жатырмыз. Бүгін Рамазан айының 2-ші күні. Ораза басталғалы ауызашарды үйден әлі ішкен жоқпын деп. Кеше ұжымдастарымызбен бірге ауыз ашқан болатынбыз. Бүгін жездем мен қайнапамның үйіне ауыз ашуға барамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Влог қызық болады деген ойдамын. Рамазан айының 1-ші аптасы қалай өткенін түсіретін боламын, Алла бұйырса. Oradağın 2-ші күні, жұма күні, бәрімізде енді жұма мұбарак болсын, жұмадан тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын, бәрімізде. Бүгін бір ауыз ашайық деп, ораза жатқан жандарға шақырып жатқан жайымыз бар. Қош келіпсіздер бәрімізде. Әрине, негізгі мақсат Алланың бұйырғандығын, Алланың мойнымызға парыз еткендігін білу. Содан кейін де әрине әрбір денсаулыққа да пайдасы зор екендігін білеміз. Ашығудың қаншалықты қазір әрбір телефонды ашық болса, ашығудың қаншалықты адамға пайдасының зор екендігін айтып жатады ғой. Алла тағала ешбір пендесіне жаманшылық тілемейді, жаманшылық жасамайды. Вау, апатайы бізге шоколад дайындапты. Да, Айнас, не бар мұнда? Шоколад, гранат в шоколаде, тыквенные семечки, орешки в шоколаде, да? Вау, кім пісір? Кім жасар? Гранат. Гранат.
бүгінгі ауызашарға дәмді тамақтарды үйден жейін деп жатырмыз наконец-то деп. Әй, не жеп жатсың? А? Не жеп жатсың? Ей, но, қайда? Қолды қара, боқа. Бәрін салып жібердің ба аузың, а? Бәрін салып жібердің ба аузың, а? Мама тартып алады деген қысып салып жібергенде ақ. Қолды қара, боқа, нара. Не мынау? Хит болып атырған десерт Армения. көрген жоқпын. Қайырлы кеш достар. Бүгін оразаның 4-ші күні. Үйде өзіміз 3 күн қонақтықтан кейін үйдің тамағын, жеңіл тамақты аңсап, бүгін сорпа пісіріп жатырмын. Және астында духовкада самса пісіп жатыр. Бұйырса өзімізге жеңіл әрі пайдалы тамақ жасаймын. Өте, не жеп жатсың? Мауыз не жеп жатсың ба? Дәмді ма? Дәмді. Мауыз не жеп жатсың? Көріп отырып, осылай тамағымды әзірлеп қойдым. Қазір сағат 6-ға 10 минут қалды. Бұйырса ауызашарымыз 7-де болғандықтан 6-да духовкаға салып бастаймын. Әзірге осылай ыдысында тұрып маринадтала береді. Не жеп жатсың? Шоколад. Неге жейсің шоколад? Клубника бар ма ішінде еще? Ауызашарға бұйырса 10 минуттың төңірегінде қалды. Қазір барлығына су құйып дайындап қоямын. Негізі кеш батпай тұрып, алдын ала су құйып қойған дұрыс. Кейін сол суға дұға тілегімізді оқып, аузымызды ашатын боламыз, ала бұйырса. Алла тағалам сені ризалығын үшін ойластырдық. Сен берген ризығымен ауыздаштық. Саған иман етіп, саған тәуекел жасадық. Рамазан айының ертең күнінде ауыз бекітуге ниет еттік. Сен біздің өткен және келешек күнімізді кеш. Ауызымызды ашып, дәмді тамағымызды ішіп болып, енді артын жинап жатырмын. Ең ұзақ ауызашар уақыты батыс өңірінде екенін білесіздер ме? Олар таңертең 7-ге дейін ауыздарын бекітеді. Сосын 7-ден кетеді. Мысалға бізде Атырауда 7-ден 12-ге кеткенде бүгін ауыз аштық. 12 сағат ішінде ауыздары беріп жүреді.
Менің білуімше солтүстік жақта таңертеңгі 5-тен түскі 5-ке дейін ау деймін да. Сіздердің өмірлеріңізде уақыт қандай? Комментарийге жазып бөлісе кетіңіздер. Ораза қалай өтіп жатыр? Уақыт тез өтіп кетіп жатқан сияқты, иә? Бүгін уже оразаның 5-ші күні. Бірақ осы ораза келген сайын байқайтыным, біздер тамақ ішуге өте көп уақыт жұмсайды екенбіз. Мысалға, 24 сағаттың 8 сағаты ұйқымен кетсе, 8 сағаты жұмыспен кетсе, қалған 8 сағаты тамақ жасап, тамақ ішумен кететін сияқты меніңше. Тамақ жасау бар, тамақ ішу бар, оның артын жинау бар. Сөйтіп жүріп, 24 сағат тез өтіп кететін сияқты. Бүгін оразаның 6-шы күні. Үйде тек жолдасым мен қызым үшеуміз. Қалғандары қонаққа ауызашарға кетті. Бүгінгі кешкі асқа бізде мына жақта спагетти пісіп жатыр. Мына жақта чайнигім қайнап жатыр. Мына жақта подлива. Сосын осындай етіп, вафли пісіріп дайындап қойдым. Бізге ас болсын, оразаларыңыз қабыл болсын. Көзінің атысын алып кетіп тұрға қызым. Тұр шайнасылды. Әнеш, мағарыш. Тамақ салып бер деп тұр дейсің ғой, аспазшыға. Алдың күні пісірген тамағым артылып қалып, осылай холодильникте тұрған. Енді осыны қазір пюре қылып, пирожкидің салмасы қылып жасаймын. Мен оқтау сұрап отқан, мына жақта менің көмекшім бар. Мә, оқтау, мә. Қазір жасаймыз пирожкиді. Мынау ананікі да. Сенікі мынау ма? Мә, мынау сенікі ма? Мынау ананікі қазір жасаймыз да. Бір жағынан тамағымыз бір ысырап қалмас үшін. Рамазан айында негізі көп тамақ желінбей қалып, ысырап болып жатады. Сондай жағдайларды болдырмау үшін осы тамақты қазір басқаша өңдеп көремін. Мына жақта пирожки жасап жатсам, мына қыз мына жердің бәрін талқан қылды. Шашып, бұл қайта мен қазір үстін жинау, үстін ауыстырып келе жатқаным ғой. Кім мынаны бүлдірген? Кім бүлдірді? Тұр, жинап болды, жуып болды. Мына отырышқа шығып алып, ұнды шашып тұр. Мен пирожкиді асығып жасап атсам,
ауыз ашарға үлгерейін деп. Мына жақта бір қыз. Иә, бәрін бүлдіріп тұр. Бүгінгі ауыз ашарға осындай пирожки менен балық қуырып дайындап қойдым. Бүгін қайнатым вахтадан келді деп қуырдақ пісіріп жатырмын кешкі асқа. Ауыз ашарға ала бұйырса. Дәмді тамақ жейміз. Қасына күріш пісіремін. Алдыңғы видеода көрсеткен құрмам. Осы құрмадан қазір десерт жасайын деп жатырмын. Құрманы қабығынан бөліп, какао мен сүт қостым. Қазір осыны еземін. Міне, менде осындай десерт шықты. Қазір осыны ауыз ашарға дейін мұздатқышқа салып қоямын. Содан кейін бұйырса ауыз ашарға жейтін боламыз. Сіздер де үйде жасап көрулеріңізге болады. Бүгін жұма, бүгінгі күнгі ауыз ашарға дайындаған тамақтарым. Осылай бауырсақ пісіріп қойдым, қызанақ, шиелен компот. Алдыңғы күнгі пирожкидің заготовкаларын бүгін тағы пісірдім. Осындай хе салат, творог, және осындай тәттілер. Ал ыстық тамаққа мына жақта сорпа пісіп жатыр. Сиырдың етінен суп лапша дейма. Макарон, картоп, барлығы жақсы көретін сорпа. Бүгін түнде нұрлы құрбымыздың туған күні болады. Соған осындай тюльпандар алдық, букет. Жаңадан алып келіп жатыр екен дүкенге. Біз сол бірінші клиент болып алып кеттік. Әлі ашылып үлгермеген осындай нежный букет. Сыртында да тюльпандар тұр, қараңыздар, әдемі. Күшті. Кәдімгі көктемгі көңіл күй сыйлап тұр. Бүгін 27 ақпан, 28-інде нұрлы құрбымыз 27-ге толады бұйырса. Сыйлыққа ақшам береміз. Сол ақшаны осылай тюльпандарға қадап қойдық. Туған күніңнен балақай. Ой, маған бір отыр келді өлі қалма. Нана, нана. Саңына сөтік соны. Заправка келдіңіз. Міне, влогтың соңына да келіп қалыппыз. Влогты монтаждап жатып, мен тек қана ауызашар уақыттан түсіргенімді байқаппын. Әр күн сайын тек ауызашарда не жедік деп жүріппін. Барлығыңыз мені тек тамақ жеп, тамақ пісірумен қол тимеді деп ойлайтын шығарсыздар. Жоқ, бірақ мен Рамазан айында уақытты тиімді пайдалануға тырыстым. Күнделікті өзімнің жасайтын тірліктерім, бала қарау, үй жинау, өзімнің жұмысым бар. Сол жұмысымды үйден отырып та жасай берем. Содан бөлек мен тағы да өзімді дамытайын деген мақсатымда Instagram парақшаны қалай жүргізу керек туралы курс сатып алған болатынмын. Рилстар туралы, фишкаларын, соның барлығымен оқып, сол алған курсымның сабақтарын оқып, осылай әр күн сайын конспекттер жазып отырдым. Әлі бітіре қойған жоқпын. 3 тараудан тұрады. Соның 2 тарауын бітірдім әзірге. Сосын одан бөлек мына жерде кітаптарды көрсетейін дедім. Мына кітапты жолдасым оқып жатыр. Бұны естеріңізде болса, мен жаңа жылда сыйлаған болатынмын. Ал жолдасым маған жаңа жылда осы Сара Джионың кітабын сыйлаған. Бұны мен оқып жатырмын. Әзірге аяқтай қойған жоқпын. Бірақ осы Рамазанның соңына дейін аяқтау ойда бар. Осындай кішкентай болса да кітаптарды оқып, кітап оқуды әдетке айналдырғымыз келеді.
Сіздерде Рамазан айы қалай өтіп жатыр? Уақытты тиімді пайдаланып, Рамазанның қандай бізге күшті энергия сыйлайтынын байқап жатырсыздар ма? Жалпы Рамазан айы бізге сол үшін берілген сияқты. Жүрек тынышталу үшін, бір мезетке баяулау үшін, жасап жатқан әрекеттерімізге бір көз жүгіртіп, нені дұрыс, нені бұрыс жасап жатқанымызға ойлану үшін берілген сияқты деп ойлаймын. Оған қоса өз-өзімізді дамытып, Аллаға жақындай түсу айы деп ойлаймын. Бірақ әзірге діни сауаттылығым жоқ болғандықтан, мен бірінші өзімді дамытып алайын деп жатырмын. Соған дәлел осы кітаптар және осы оқып жатқан курсым. Бұдан бөлек мен тағы да бір курс сатып алдым. Осы курсты бітірген соң бұйырса жасанды интеллектпенен мультфильм жасауды үйренгім келеді. Соған кеше төлемін жасап қойдым. Енді бұйырса сол курсты да оқып аламын деген ойдамын енді. Сіздерге де мотивация болсын деп осыны айтып жатырмын. Мақтанып жатыр деп ойлап қалмаңыздар. Блогты соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Сау болыңыздар.